Сәлем достар, сіздермен бірге студент подкаст. Бүгін студияда Айшат және Дилназ. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жалпы жұмыс пен оқу арасында баланс бар ма? Яғни қиындықтар, жұмыс пен оқу арасында графиктер бір-бірімен келісе ме? Жалпы жұмыс пен оқу арасында балансты көбі былай түсінеді, иә? Мысалға, таңертең сабаққа қатысса, түстен кейін жұмысқа бару, түнгі ауысымдар, бұның бәрі сабақ кестесіне әрине кері әсерін тигізеді. Жалпы балансты көбі осылай түсінгендіктен кейде қиындықтар туындауы мүмкін. Жалпы Айшат, қалай ойлайсың? Жалпы негізі шынайы баланс бар, бірақ ол біз ойлағандай мінсіз емес. Шынайы баланс бұл бір ырғақты сақтай отырып, өзіңді шаршатпай алып жүру. Мысалы, ертең емтихан жақындаса, оқуға көңіл бөлесің, жұмыс маңызды болса, жұмысты бірінші орынға қоясың деген сияқты. Негізі көп адам ойлайды, жұмыс жалпы баланс деген бірге алып жүру қиын деп. Бірақ жалпы оны алып жүру үшін бізге жоспар керек. Міндетті түрде балансты сақтау үшін жоспар керек. 10 күнге, 5 күнге деген сияқты міндетті түрде жоспар құрып қою қажет. Жалпы мен өзім жұмыс пен оқуды қатар алып жүрмін. Жалпы осы жұмыс пен оқуды қатар алып жүрген сәтте көптеген қиындықтар кездеседі. Мысалға, жұмыс пен оқудың графигі, яғни кестесі күн сайын бірде бола бермейді ғой ол дейтін. Мысалға, кейде сабаққа үлгерсең, жұмысқа үлгере алмай қалуың мүмкін. Жұмысқа үлгерсең, сабаққа да үлгере алмай қалуың мүмкін. Мысалға, мен өзім жұмыс пен оқуды қатар алып жүріп, көптеген қиындықтар туды менде. Мысалға, қатар алып жүрем деген ой болған менде. Бірінші курста, яғни жұмыс жасап жүрдім мен. Сол кезде менде көптеген қиындықтар туды. Жалпы өзің қалай ойлайсың, Айшат? Дұрыс айтасың, Дилназ. Жалпы қиындық болады, ол міндетті түрде, өйткені ол қиын, шынымен де қиын. Мен өзімнің жалпы бір күндік өмірімді айтып кетсем, жалпы баланс мен үшін жай ғана сөз емес, шынайы тәжірибе. Өйткені таңертең ерте тұрып, қанша жерден шаршап тұрсаң да, міндетті түрде сабаққа келіп, университетке келіп, сабаққа қатысып, міндетті түрде тапсырмаларыңды тапсырып, сабаққа қатысу міндетті. Сабақтан шыққаннан кейін, түстен кейін менде жұмыс, яғни мен түстен кейін мүлдем демалуға уақытым болмайды. Бірден жұмысқа кетем, жұмыста енді сабақты мүлдем ойлай алмайсың. Сөйтіп, кешкі жұмыстан шыққаннан кейін қанша жерден шаршап тұрсам да, мен келесі күнімді жоспарлап, міндетті түрде жоспарлап, сабағыма дайындалып, келесі күнімді жоспарлап жатамын. Жалпы жұмыс пен оқу арасында балансты бір қалыпты ұстау қиын жағдай. Мысалға, мен осы жұмыс істеп жүрген сәтте, яғни жұмыс істеп жүрген сәтте жұмыстың графиктері әр кезде әртүрлі ғой. Сол түнгі ауысымға шыққанда, мысалға, таңертең сабаққа ұйықтап қалатын болдым. Тіпті оқу мен жұмысты қатар алып жүрем деп физикалық, психологиялық күйзеліске түскен сәттерім болды. Яғни қай жағына алсақ та, ол маған қиындық тудырды да. Менің графиктерім, яғни келіспей қалды. Міндетті түрде жалпы жұмыс пен оқуды қатар алып жүргенде міндетті түрде демалыс керек. Ол 5 минуттық болсын, бір күндік демалыс болсын, міндетті түрде керек. Өйткені бұл бізге денсаулығымызға әсер етеді. Жұмыс пен оқуды қатар алып жүрген сәтте өзінің жоспарында дұрыс құра білу керек қой. Мысалға, идеалды балансты ұстану үшін адамда андай ой қалыптасады да, мысалға, мен бәрін үлгеру керекпін деп, өз-өзіне, яғни көп жұмыс артып қояды да. Негізі бұл қате ғой. Кейде адамдар шаршағанда, мысалға, кез келген ұсақ түйек сәтке, мысалға, стресске түсіп кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ жұмыс пен оқуды қатар алып жүрем деп, өйтіп адам өз-өзіне көп салмақ түсірмеу керек. Кейде тіпті 10 минуттық демалыстың өзі адамға кәдімгі пайдасы тиеді оның. Жаңа айтып өткендей, 10 минуттық демалыстың өзі керек адамға. 10 минуттың өзі де тіпті адамға демалыс болады.
мысалға идеалды баланс ұстанбаса да жеңілдететін нұсқалар бар, иә. Мысалға өз жоспарына дұрыстап құру, өз уақытында тиімді пайдалану. Жалпы осы туралы қалай ойлайсың, Айшат? Жалпы жоспар міндетті түрде, жаңа айтып өткендей, менде жоспар міндетті түрде, мен 5 күнге міндетті түрде жоспар құрам. Қалай жоспар құрам? Ең алдымен оқуымды бірінші орынға қоям, содан кейін жұмысым, содан кейін демалысым. Міндетті түрде солай мен жоспармен жүрем. Демалыс, жалпы оқу мен жұмысты қатар алып жүргенде демалыс керек деп айттым ғой. Мен өзімнің жалпы 5 күндік жұмыс пен оқудан кейінгі демалысымды айтып өтсем, енді жұмыс пен оқу деп жүргенде үйдің шаруасы да бар. Қыз бала болғаннан кейін міндетті түрде үйдің шаруасы саған қарап тұрады да, мысалы. Сондықтан мен міндетті түрде бір күнді өзіме арнаймын. Яғни шопингке шығам, міндетті түрде шопингке шығам, өз-өзіме күн арнаймын. Тамақтануға барам, міндетті түрде тамақтануға барып, мен солай өз-өзімді демалтамын. Осы 5 күндік жұмыс пен оқудың арасында жүріп, міндетті түрде демалтамын. Жұмыс пен оқуды жалпы қатар алып жүру оңай шаруа емес екенін өзіне мойындайсың ғой, иә, жалпы. Бірақ дейтін дұрыс жоспарлау, уақытты тиімді пайдаланудың да оның да көмегі тиеді. Мысалға, әрине жұмыс пен оқуды жүріп, бірақ ең бастысы өзің денсаулығыңды ұмытпау керек. Және өз-өзіңді жоғалтып алмау керек. Денсаулығыңды ұмытпау керек. Мысалға, сен сияқты өз-өзіне бір күн арнап, тіпті сол шопинг жасаудың бір адамның өзіне кәдімгідей үлесі түседі, кішкене миы демалып, жаңағы шашақы күйінді де ұмыттырады. Шашақы күйінді де ұмыттырады. Жалпы жұмыс пен оқу арасында баланс бар, бірақ оны әр адам әртүрлі ұстанады. Әр адам әртүрлі ұстанады, дұрыс айтасың. Жаңа айтып өткендей, менің өмірім дәл осы 2 жұмыс пен оқудың арасында өтіп жатыр. Бұл мен үшін бір шынайы тәжірибе десем де болады. Жай ғана сөз емес, шынайы тәжірибе. Жалпы бұл бізге нені үйретеді? Уақытты тиімді пайдалануды, жұмыс пен оқуды қатар алып жүру жалпы бізге уақытты тиімді пайдалануды үйретеді. Уақытты пайдалануды үйретеді бізге. Жалпы қорытындылай кетсек, жұмыс пен оқуды қатар алып жүру оңай емес. Себебі кез келген уақытта кестенің, мысалы, сабақтың кестесі, жұмыстың кестесі бір-біріне үйлеспей қалуы мүмкін. Жұмыс пен оқуды қатар алып жүрудің өзі бір ерлік істесек те болады, иә. Мысалға, қазірдің өзінде сен жұмыс пен оқуды қатар алып жүрсің, иә. Соның өзіне сен тіпті бәріне үлгеріп те жүрсің. Демалып та, жұмысыңды жасап та, оқуыңды оқып та. Сондықтан, Айшат, демалуды да ұмытпай жүрсің. Бүгінгі подкастты тыңдағандарыңызға рахмет. Өз-өздеріңізге сенімді болыңыздар. Баланс уақыт өте... Кері. Бүгінгі подкастты тыңдағандарыңызға рахмет. Өз-өздеріңізге сенімді болыңыздар. Ал баланс уақыт өте келе өз орнын табады. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.